Барлықтарыңызға сәлем. Өздеріңіз үйде перде тігіп үйреніп жатырған қыз-келіншектер, бүгін сіздермен бірге фетрда осындай әдемі пердеге подвязка тігіп үйренетін боламыз. Ең бірінші фетрға лейкалы дайындап аламыз. Сол лейкалымен кейінде жұмыс істесеңіздер болады. Лейкаланың ұзындығы 92 сантиметр. Мен шамал ұзындау етіп істеймін, потому что перде кафеге арналған 96 сантиметр болды міне. 96 сантиметрдің ровно ортасын тауып аламыз. 96 сантиметрдің ортасы 48 сантиметр болады. Міне, ортасын белгілеп алдық. Так, міне мынандай линейкамен түзу сызып аласыздар. Мына жақтан енді углын шығарып. Міне, мен уже заранее сызып алдым. Міне, сызып аласыздар. Прямой линия шығарып. Сосын, менде лейкалы барлықтан мен сразу азыр обводить етіп сызып алсам болады. Енді сіздерде ондай жоқ қой. Сол үшін мен сіздерге көрсетейін, қалай істейсіздер. Міне мынандай гнущий металлический линейка болады. Соны қойып, приблизительно, оның бір какой-то стандарт размері жоқ. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, соны алып істей бересіздер, міне. Міне, до конца сызып алдыңыздар. Так, бұның ені 11,5 болды, 12 істесеңіздер де болады, міне. Мынаны қиып алып, сосын мына жаққа айқастырып, дальше сызсақ болады. Мен жасап алдым, міне ровность ортасын табамыз. Не, қалғанын маркермен обводить етіп. Дәл сондай сызып алыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды есіңізден шығармаңыздар. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, комментарий ретінде жазып, бөлісіп отырыңыздар. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Жан-жағын түзулеп, және бір рет тексеріп, фетрді қырқып аламыз. Так, бұның ені 11,5 сантиметр, 10 сантиметр, 8 сантиметр істесеңіздер де болады. Оның ешқандай разницасы жоқ. Мына ұзындығында өздеріңіз регулировка етсеңіздер болады. Просто чуть-чуть мынау жалпақтау болса, 10-11 сантиметр болса, перденің формасын әдемі істейді, ұстап тұрады. Міне қыздар, енді мынаның үстіне қойып, екіншісін сызып аламыз. Екі одинаковый фетрден подхват жасап алдық. Енді мына фетрді подхват тігетін велюрға қоямыз үстіне. Міне мынау пердеден қалған велюр. Міне мынаны бүйтіп қойып аламыз. Қыздар, мынаны қойған кезде мынау лицевой сторонасы болады. Мынау бархыттың ворсы астына кету керек, вниз. Мынандай істесеңіздер вверх. Міне, соған қарайсыздар. Мынандай қайырған кезде ворс вниз кету керек. Міне, мынаны қоямыз та, енді булавкамен закалывать етіп аламыз. Бір 10 жерлерінен. Қыздар, міне бәрін булавкамен қадап алдым. Міне, көрдіңіздер ма? Полностью. Енді әзір полностью по круговой мына шетінен шов береміз. Айналдырып. Шов береміз. Енді мынаны әзір қырқып алу керек болады. Мынандай қайырамыз да. Мына жақтан қырқып аламыз, сол бір подхват болып есептеледі.
міне шов. Бәрін по круговой шетінен тігіп аламыз. Міне мынау материалға жабысты енді полностью тұрды. Міне. Енді қараңыздар, бағанағы ворс бойынша мынау бет жағы болады, готовый. Міне ворс пәске істеген кезде вниз. Ворс вниз кетіп тұр. Если мынаны переворачивать етсеңіздер, мынандай істесеңіздер, ворс вверх кеткен. Сонда мынау оң болып тұрған кезде ворсы вниз болады. Осыны путать етпеңіздер, если велюрдан тігетін болсаңыздар. Если басқа материал болса, оның ешқандай значениесі жоқ. Міне мынаны тігіп алдық. Енді болған подвязка қыстыратын тонкий полоска тігуіміз керек. Қыздар, енді мынандай тонкий полоска қырқып аламыз, где-то ені 3,5-4 сантиметр. Өздеріңіз қарайсыздар. Бұны міне мынандай ішке екі қайырамыз. Сосын бүктеп машинкада тігіп аламыз. Қыздар, міне мынандай полоскадан тігіп алдық. 4 штук. Әрқайсына екеуден кетеді. Міне, мен мынаны уже заранее заколоть еттім. Мынаны теріс аударып аламыз. Мына жақтан 5-6 сантиметр ровный отмерять етіп, булавкамен қадап аламыз. Мынау тігіс астыға қарау керек. Міне мына жақтан да 6,5 сантиметр істедім мен. Крючогы шамалы үлкендеу болады. Міне өстіп заколоть етіп аламыз. И міне мына екіншісінде теріс аударып, міне мына жаққа бұнда қадап аламыз. Қыздар, міне қадап алдық. Инемен, булавкамен енді мынаның үстінен тігеміз. Міне тігеміз. Мына жақ қырқып тастаймыз. Булавканы алып тастаймыз. Мынандайына және бір қайырамыз. Міне, мынаның үстіне және бір тігіс береміз. Міне, күшті болып тігілді, міне. И міне мына жақтан шетінен тігіп қоямыз. Міне сонда мынандай зат болады. Бұл крючоктың астында шығатын зат. Ғана сіздерге мынаны 6,5 сантиметр, 5 сантиметр алсаңыздар болады деп айттым ғой. Негізі ол міне мынау боковой крючокка ілініп тұратын петля ғой, міне мынау. Мынандай боковой крючоктарыңыз мынандай тоненький болатын болса, міне мынау боковой крючок тоненький болатын болса, 3 сантиметр етістеңіздер де болады. Без разницы. Міне ол кезде міне мына жақта шетінде тұрады. Просто менікі мына жағында хрусталигі бар крючок. Сол үшін үлкендеу алдым. Міне екінші жағында дәл осылай тігіп аламыз. Қыздар, міне тігіп алдық полностью. Мына петляларды міне әдем болып тігіп келді. Мынау енді іш жағында қалатын жер. Мынаны бүйтіп аударамыз. Міне өйстіп аударып аласыздар. Шамалы 0,3-0,4 миллиметр мынандай қалдырамыз. Сөйтіп по круговой булавкамен қадап шығамыз. Міне біреуін істеп қойдым. Міне полностью булавка қадап шығамыз. Сол кезде міне мынандай болып шығады артта. Мынаны да қадап аламыз. Қыздар, міне екеуінде заколоть еттік. Инемен, булавкамен полностью. Енді біреу сол, левый, біреу правый болады. Ол үшін мынандай мелмен метка береміз. Это приблизительно осындай біреуіне мына жағынан береміз.
екіншісіне міне жерден береміз. Мына жаққа келген кезде шакты самый максимальныйға қойып тіксеңіздер болады. Енді односторонний лапкамен мынаны тігеміз. По круговой. Полностью чуть-чуть расстояние қалдырып тігеміз. Фетрдің үстінен емес, жанынан тігеміз. Шовты жанынан береміз. Велюрдің үстінен 2-3 мм қалдырамыз. Оң қарап аударған кезде мынау велюр мен фетр бір-біріне қатты жабыспау керек. Чуть-чуть расстояние қалу керек. Міне мына сызықтан қайтадан закрепка береміз. 2-3 рет берсеңіздер де болады. И міне болды. Міне по круговой тіктік. Енді мына лишнейінің бәрін қырқып тастаймыз. Екіншісінде дәл осылай тігеміз. Қыздар, міне екеуінде тігіп алдық. Үлкен шақпен тіккенді сөгіп тастадым. Міне көрдіңіздер, е? Міне мынаны енді полностью где-то бір сантиметр ма қалдырып, полностью лишнейін қырқып тастаймыз аккуратно. 1 сантиметр қалдырып, велюрдің артығын қырқып тастаймыз. Енді міне мына жақтан мынаны аударамыз оңға қарап. Мен просто чуть-чуть кішірек болып тіктім. Просто әзір оңға қайырып тіккен кезде шов почти білінбейді. Іш жағында тұрса да просто әдемі болып шығады. Бір қарағанда мына подвязканы тігу өте қиын болып көрінеді. Бірақ қиындық ешқандай жері де жоқ. 1-2 рет тігіп үйренсеңіздер, ең жақсы көретін подвязкаларыңыз болады деген ойдамын. Өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар комментарийға. Қыздар, міне екеуінде оң қараттым. Міне біреуінде шов міне мына жағынан береміз әзір. Біреуінде мына жағынан. Түсіндіңіздер ме? Сол кезде правый, левый болып шығады. Міне лапканы өзгерттік. Маркердің шамалы ізі қала деген. Закрепка береміз. Осындай шекпен. Міне көрдіңіздер ме? Мынаны оңға қаратқан кезде, міне мынау правый ма? Мүлде мына бетінде шов жоқ. Мынау шов астында қалып кетеді. Екіншісінде дәл солай тігеміз. Міне мынау екіншісі. Мынау левый, мынау правый болды. Міне қыздар, подвязка дайын. Міне мынау оң подвязка, мынау сол, правая, левая. Міне шов астында қалып қояды. Ілген кезде мынау шов көрінбейді, беті идеальный. Міне мынау оң жағындағы шов болды, астында қалып қояды.
Міне подвязкамыз дайын. Тігіп үйреніңіздер, басқа да видеоларымызды каналда көріңіздер.